қазір заказ бердік. Ойлаған бізде качествосы нормальный. Бізге енді коробка табу керек қой. Ей, тоқташы, айналайын, жазып жатырмын мен вступление емес. Йоу, барлықтарыңа сәлем. Менің аты жөнім Бақберген Сұлтан. Және де мен ешқандай да бизнесмен емеспін. Бірақ бір іс бастап алға қарай жылжуға деген ой мені өте қатты шабыттандырады. Сол себепті сіздерге өте қызықты идея ұсынғалы жатырмын. Жоба жайында қысқаша айтатын болсам, мен өз достарыммен бірігіп, ортаға ақша тастап, кішігірім бір бизнес ашу. Жобаның мақсаты ортаға тасталған 85 мың теңгеден, 50 мың емес 85 мың теңгеден жылдың соңына дейін 500 мың теңгеге дейін жеткізу. Біз бизнестан еш хабары жоқ қарапайым студенттерміз. Бірақ бір іс істеуге деген ой бізді өте қатты шабыттандырады. Сол себепті біз осы энтузиазмның жетегінде іс бастағалы жатырмыз. Видеоның негізгі бөлігіне көшпес бұрын бір айтып кететін нәрсе бар. Жобаға достарым қосылғанға дейін мен өзім 50 мың теңгеге бизнес істеймін деп ойлаған болатынмын. Және де сол суммаға қатысты біраз ойлар, біраз идеялар ұсынылған болатын. Сол қарастырылған идеялардың ішінде өте күлкілілер де болды. Оған мысал келтіретін болсақ, балалар ойыншығын сату немесе женский труселармен саудаласу. Бірақ ұсынылған идеялардың ішінде өте қызықтылар да болды. Мысалы, ол кезде жаз еді және сезонға сай мұз сату және де әркез сұранысқа ие киіммен саудаласу. Ойға келген идеялардың көбісі өте көлемді әрі қызық, бірақ 50 мың теңгемен шектелген бюджетіміз ондай бизнесті бастауға әлі ертелеу екендігін көрсетеді. Бірақ қазір бір ой туындады, базарға барып, ойлаған тауарларды мына жерге түйіп, барып, бағаларын көріп, салыстырып, түрлерін, сапаларын салыстырып, қайту деген ойға келді. Сол себепті өзімнің кәсіптегі алғашқы қадамдарымды товар бизнесінен бастауды ұйғардым. Ол өзіміздің қазаққа таныс қарапайым саудаласу түрі. Яғни бір затты оптым арзан бағада сатып алып, оны жеке-жеке қымбаттатып сату. Бұл осы жылдың соңына дейін созылатын жарты жылдық жобаның бірінші сериясы. Бұл серияда сендерді жалпы идеямен таныстырып, нарықты зерттеп, товарды таңдап, ол затқа заказ беремін. Қазір біздегі тағы да бір оптовый деген базарлардың бірінде жүрмін. Собственно, Автонұр. Білмеймін, что-то ойлаған бізде качествосы нормальный, оптовый, жақсы деп ше. Бір ғана нәрсе алдым, кейін көрсем. Нарықты зерттеп жүріп, яғни базарды аралап жүріп, сол кезде өте танымал болған, менің қызықтырған танымал брендтердің нәрселерін іздедім. Яғни Adidas және Nike компанияларының носкилері, сонымен қатар жазда өте танымал болған Adidas Easy Slide шлепкалары. Базарларды аралай келе, алда айтқанымдай өзіме ешқандай товардың сапасын ұнамағандықтан және де олардың оптым бағалары мүлдем қолайлы болмағандықтан жоспарлаған нәрселерімнің көбісін мүлдем алмадым да, тек эксперимент үшін бір пачка ақ Nike носкилерін сатып алдым. Сол носкилерді сатып алғаннан кейін оны OLX-қа салдым да мүлдем ұмытып кеттім. Ғана сәл күмәнмен білін ешті алатын деп алған экспериментальный носкилерім салсағам OLX-қа, көреміз қалай ақпарат, спрос деп ше. Сөйтсем, сразу кешкісіне жазады клиент. Короче, бүгін клиентке носкилерді апаруға бара жатырмын. Қазір меганы алдына тұрып, машина көрсетсеңіздер. Клиент баласын жібереді. Қазір түсіруге тырысам. Жалпы қысқаша айтқанда, бағана қалған носкилерім бірінші клиентке сатылды және де ол клиент менен тағы да кейін заказдар беретін болды. Бірақ кейін тек сол ғана клиентпен ғана шектеліп қалдым. Әрине болды, 1-2 адам бөлек менен бір пачка немесе 2-3 штук заказ берген. Бірақ олар жайында айта беретін болсам, видео өте ұзақ болып кетеді және өте қызықсыз болады. Соңғы рет базардан алған носкилер партиямнан тек қана бір ғана пачкасы қалған болатын. Сонымен мен ештеңе істемей қалып кеттім. Біраз уақыттым да істемегеннен кейін маған бір адам жазады, тоже мен сияқты, тоже товармен айналысады, и мен, короче, 7 пачка заказ береді, ақ носки, ақ Nike'қа. Мен де бір пачка қалған, қазір енді Автонұрға баратырмын, 6 пачкасын аламын, и ана өзімдікімен қосып, оған апарып сатамын. Саттым, бірақ келіскенде 40 носки сатып алып емес, соңғы бір пачкаға еді, сол соңғы бір пачкасын саттым. Басында сәл ойланып тұрған еді, алам деген адам. Сөйтсем, ол да
мен сияқты перекусымен товарный бизнеспен айналысып келіп жүрген адам екен. И короче айттым, пока что сен біреуін көр, бір пачканы сатып, там инстаграм суретке түсіріп алып, егер спрос болып жатса сәйкесінше айналысасың дедім. И солай келістік, қазір бір пачкасын саттым. Енді үйге айтып баратырмын, енді көреміз не болады. Солайша өзім 50 000 теңгеге айналысамын деген бизнес бастамаларым басталмай жатып бітіп қалды. Яғни соңғы ақ Nike нәскиді саттым да, ешкімге де қажеті жоқ банан нәскилермен қалдым. Және де бастапқыдағы 50 000 теңге сол 50 000 теңге күйінде қалды. Осы жаз өте қызықты әрі сабаққа толы болды. Әрине, бастаған бизнесім сәтсіз бітті, бірақ мен бұнымен тоқтап қалған жоқпын. Егер тоқтап қалғанда бұл видеода болмас еді. Ал енді видеоның негізгі бөлігіне көшеміз. Мен өз бизнесімді бастаймын деп жүрген кезде уже жазда бітті. Басынан дұрыс товар таңдай алмай, және де үлкен сомадағы товарға тапсырыс беруге тәуекел ете алмадым. Соның салдарынан бизнесім басталмай бітіп қалды. Бірақ енді еш қорықпай және де бірлік түбі сары алтын дегендей өз достарымды шақырдым. Димаш, Нұрғазы, Нұрдәулет. Және де біріміз еңбегімізбен, біріміз ақшамызбен, біріміз ізденушілігімізбен енді кәсібімізді нақты бастадық. Жігіттермен бірінші бастайын деп жатқан товар бизнесімізді кроссовкалар сатудан бастағымыз келді. Жай ғана кроссовкалар емес, брендті кроссовкалардың сапалы көшірмелерінен. Енді алдағы біздің мақсат жақсы поставщик табу керек болды. Алдын ала айтайын, біз таптық, бірақ поставщикті табу өте қиынға соқты. Короче, наконец-то, пацановтармен қыдырып жүріп көшеде, как всегда районда жүрген кезде іздеген нәрсені наконец-то таптық. Именно жақсы поставщик таптық. Эй, тоқташы, айналайын, жазып жатырмын мен вступление емес, үшін жазып жатырмын, фрагмент тоқтайды. Короче, жақсы поставщик таптық. Енді қанша уақыт іздедік, енді качественный, біріншіден качественный керек болды бізге. И одан кейін, собственно, бағасы да сәл более-менее келетін. Короче, екі не таптық, екі модель. Қазір неде көрсетем экранда. И қазір поставщикпен келісіп жатыр, вроде, доставкаға. Кейін доставка келген кезде тағы да көрсетем. В общем, былай отырмыз такой. Напиток шеф, Димаш, Нұрғазы, мен, ДНС болып үшін. Еще тағы пацанов Нұрдәулет деген. Барлық күшті идеялар осындай. Кешке бәрі жиналып отқан кезде пайда болады. И ойпай, бизнес ашамыз істейміз деген. Бірақ бұл жолы серьезно екен, уже ақша жинадық, бәрін істедік. Сол себепті алда бәрі қызық болады. Бүгін 09.09.2022 сағат қанша болды? 12 отыр, короче, түнгі 12. Дала қараңғы, дала свет. Біз отырмыз бизнес идеяны мынандай обстановкада планировать етіп. Найс. Қазір заказ бердік, әдемі кроссовки поставщиктан, короче, Nike Air Force вроде ақ түсті. Мен өзім өте разбираться етпеймін, балалар разбираться етеді модельдерінен. Так, 39 000 болды, 6 пар, и Шымкентке достатып мен 40 000 теңге. Қазір счетта 45 000 қалды, и оны қазір реклама анау-мынауға жұмсайтын боламыз. Короче, қазір сабақтан келіп жатырмын. Біздің заказ кроссовкалар келді да, Алматыдан Нұрғазы барып алды. Короче, біз келіскенбіз, кешке бірге ашамыз, төртеуміз да, Димаш, Нұрғазы, Нұрдәулет, мен. И типа ашпай тұрыңдар, пока бірге видеоға түсіріп ашамыз, и собственно сол видеоға түсіреміз деп та. Нұрғазы жазды, типа вот біз Нұрдәулет ашып көрейікші қай жабыстыра саламыз деп. И типа ашып көргендей қылады, и өздерінің ескі кроссовкалар бар еді, тура соны суретке түсіріп жібереді. Может, типа мышты, жаңа разводтары, бүгілген жерлері бар да. И типа вот мә ашып көрдік, ашқан кезде иісі прям мүңк ете қалды дейді. Типа и ашып көрген бәрі келген какой-то андай развод, в общем, майысқан дейді да. Анан көріп мен сәл сенім, ё-моё, Димаш, видео түсірмейсіңдер ма, типа бірге келдік, бірге келіскен едік, ашпаймыз ғой деп мен де солай айтып жатырмын. И Нұрғазы маған звондайды, типа пранк болды, типа ешқандай да ашқан жоқпыз, әлі тұр, сол күйінде просто үйде ескі аяқ киім бар еді, соны түсіре салдық дейді. И короче ана жерде Димашты алдық дейді да. Блин, қазір Димаш қалай реагировать етеді. Димаш қазір көріп жатыр, ай блин, бәлелер дейтін шығар.
нұрғазылардың идеясы менің идеям емес, мен просто соңында қолдадым, просто қызық болады, не болады екен деп көреміз деп. Короче, бүгін азанда заказ келді, бәріміздің қолымыз только кешке ғана босады. Собственно, посылка Димаштың не келе жатыр, и ашамыз, қазір көреміз қандай болады. Иә. Просто біз күні бойы күтіп жүрдік болса, фильм ашық қойып деген күтіп жүрдік. Первое впечатление десе болды. Мен қазір пышақ үшін не қылмай ма? Жоқ, просто қазір первое впечатление деген нәрсе беру. Воу, бұл моментті Дима әлі білмейді. Бұның бәрі пранк екенін, и коробканың әлі ашылмағандығын. Жүрсайшы ана. Әлі ашылмасын ба? Сен мағазман тағы жердің сол. Біраз жоқ қойды. Соны айтам. Сені көріп отырмын ба? Давай тезірек. Посылка наконец-то келді. Жүріп аласың ба? Вот Димаш келіп аша жатыр. Я жерді берші, аша берші. Просто жердің кездер. Бөлек кроссовканың кештерімен. Былай кроссовка тимейді. Опа-на. Сникерс. Фу. Подожди. Это был правильно. Сені білдің бе? Нұрғазы ғана звондап айтты. Түрін көрсетші. Жаман настройно кетіп отыр. Шамасын ба? Вау. Негізі басында білдім мен ше. Примерно ойладым адам. Негізі Нұрғаз слишком вот дәл. Бәші сәл бірге бүйтіп жүрген. Қырғыз размер. 42 екеу тігейін. 41 43. 44 өзіме алып. 10 мың теңге. Негізі 12-ні сатамын саған 11 скидка. Көрген шөп десе маған 42 мың, екінші 42. 40 болды. 41. Размері қойсын 40. Так, бәрі жабыға. Айтам, ойла, алмасы. Адам жабы болды. Димаш такой радостный. Настроение вообще с какой-то. Мен бұлармен бір нәрсе істейін ба істемейін бе деп ойлаймын. Ой, сразу братан. Сникерс. Опять совершенно как-то. 05-ке қойма бер ойнама. Бұл жер освещение жаман ғой. Сейл. В общем, китайский бір бөле. Потом 899. Бұл да несі ғой, люкс копия емес қой, бұл люкс копия. Қуасың ба 899 юань деген қымбат қой дейсің ба? Не? Теңге шығар, наверное. Теңге шығар, 899 теңге шығар. Прям топ қазір бірінші өзіміздің ең бірінші алғашқы поставкамызды ашып распаковка жасап, хотя өзіміз алмаймыз, өзіміз сатамыз, но все же как будто өзіңе сатып алғандай ощущение так деп қайтып келе жатырмыз, әлі ана эйфория кетпей жатыр. Блин, енді алға қарай жылжу керек. Одан да қызық мәселе ол алға қарай жылжу, ешқашан алға қарай жылжу тоқтатпау керек. И собственно әркез қуанышқа келеді, біз сияқты түнде осылай районда жүргенде шығып қалатын басқа келетін идеяларды реализовать ету керек. Өткенде жаздық, ой, давай ана шетте отырып алып, ой, давай сөйтеміз, кроссовка сатамыз деген едік, и бүгін бірінші поставка алдық. Это было офигенно. Пока. Аяқ киімдерді алғаннан кейін әрине оларды сату қажет. Ал сату үшін ең алдымен ашайын деп жатқан онлайн магазиніміздің атауын ойлап табу және де OLX, Instagram аккаунттар ашу қажет. Сонымен қатар алған аяқ киімдерімізді әдемілеп суретке түсіру керек. Шайсан қолымыз емес, қазір бірақ уже кеш болды. И мен суретке түсіріп жатырмын еще арасында. Жаман емес енді ниткалары шығып қалғандарын қырқып суретке түсіріп жатырмын кешкісінен. Енді блин, әдемі фон жоқ, үйде импровизировать етіп түсіріп жатырмын. Но думаю, әдемі болады. И және Instagram ашып, OLX-қа салып саламыз. Суретке салғанға әдемі кадрлар болу үшін мамам екенбіз. Өріктің астынан түскен сары жапырақтарды жинап, мына жерде фон жасап жатырмыз. Әдемі болу үшін.
Аяқ киімдер суретке түсірілгеннен кейін ендігі кезек магазиннің атын ойлап табу қалды. Магазиннің атын ойлап тапқаннан кейін OLX-ты да, Instagram-ды да сол атпен ашатын боламыз. Магазиннің атын ойлап табуға үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Магазиннің аты адамдарға жаттағанға өте ыңғайлы және де есте қаларлықтай болуы керек. Одан бөлек аяқ киім деген кезде еске түсетіні ол shoes, яғни обуви, sneakers, яғни біз кроссовки дейміз. Сол нәрселер еске түседі. Бірақ ондай жалғап магазин атын жасағым келмейді. Себебі болашаққа деген біздің үлкен жоспарларымыз бар. Сол себепті менің ойымша магазиннің аты өте универсалды болу қажет. Балдармен бірнеше варианттарды қарастырғаннан кейін маған ойыма бір идея келді. Біздің қаладағы танымал тек қана аяқ киім емес, танымал брендтегі киімдерді сататын магазиндерде атаулары өте ерекше, элегантты. Соларды үлгі етіп, мен де магазинді элегантты атағым келді. Нақтырақ айтатын болсам, магазинімізді біз Unity деп қойдық. Unity деген ағылшыншадан аударғанда бірлік дегенді білдіреді. Бірақ бір момент бар. Негізінде Unity сөзінде соңғы әріп Y әріпі. Бірақ біз соңына 2 қойдық. Білмеймін неге. Оны сұрамаңдар менен. Просто Unity соңында 2. Одан кейін сәйкесінше атауға сай логотип ойлап таптық. Кстати, логотипті өзім жасадым. Және де Instagram аштық, ол жерге 1-2 пост салдым. Әзірге 100% дайын емес, бірақ бір нәрсе уже бар десе де болады. OLX аштық, OLX-ті Димашқа тапсырдым. Димаш өзі OLX-тан оның опыты бар. Ендігі мәселе, біз алған партия коробкасыз келді. Сәйкесінше енді коробка табу қалды. Коробка тапқаннан кейін тек бір ғана нәрсе қалады. Почти бәрі дайын болғандықтан тек қана сату қалды. Видеоның басында да осы футболка, соңында да осы футболка. Дұрыс дедіңдер, бұл соңы, бірақ проекттің соңы емес. Өзім айтқандай бізді алда өте ұзақ еңбек ету және ұзақ оқиға күтіп тұр. Сол себепті бұл бірінші ролик, яғни бірінші серия, алда одан да көп серия болады. Әзірге осы, бірақ бір айтып кететін нәрсе бар. Сендерге бұндай контент, қазақ аудиториясы бұндай контент ұнамай ма білмеймін. Және де біздің істеп жатқан бизнесіміз мүмкін дұрыс емес дерсіңдер. Бірақ осындай оларға қарамастан, қарапайым біз қазақтың жігіттері өзіміз идея ұсынып, идеяны іске асырып жатырмыз. Біз үшін алда үлкен еңбек ету болады, қиын болады әрине. Бірақ біз оған дайынбыз. Ал егерде қолдамайым десеңіздер түсінемін, бірақ қолдау күтемін. Егер қолдайтын болсаңыздар, онда каналға жазылыңдар, лайк басыңдар, және блогерлар айтады ғой, колокольчик, қоңырақты басыңдар. Әзірге осы, сендермен бірге болған мен Бақберген Сұлтан. Барлықтарыңа пока.